Бойы аласа болғанмен Әмірхан қарсыласын оп-оңай жеңетін мемлекеттік күрес чемпионы. Бірақ отбасына асырау үшін ол күрес жолынан ерте кетеді. Сонда да бір ұлды болып, соны күрес чемпионы болуға тәрбиелемекші. Бірақ армандаған ұлының орнына 4 қызды болды. Ол қызды да жақсы көреді ғой, тек арманын ұлы ғана орындайды деп ойлайтын. Бір күні көршісі көкала қойдай болған ұлымен «Қызың ұлымды ұрып тастады» деп шағымданады. Мұны естіген Әмірханның көзі жарқ кете түседі. Көршіден кешірім сұрап жібергеннен кейін қыздарына үңіле қарайды. Олардан балуандық талантты байқады. Ол алтын медаль алу үшін ұл немесе қыз болуы шарт емес екенін түсінді. Сөйтіп, ол ертесі таңғы 5-те қыздарын тәтті жеуге апарып, қысылмай жеңдер дейді. Себебі олар жаттығуға кіріседі. Ешқандай тәтті майлы тағам жеуге болмайды. Қыздар күнде таңмен таласа тұрып жаттыға бастайды. Қолайлы болу үшін ұлдардың киім кигізіп қойды. Қыздар мұндайды білгенде көршінің ұлын ұрмас едік қой деп қатты өкінеді. Шешесіне барып, «Анашым, біз енді сіздің сөзіңізден шықпаймыз, тек бізді құтқарыңызшы» деп жалынады. Анасы, «Мені ұмытыңдар, мен көмектесе алмаймын» дейді. Жаттығу залына қыздарын кіргізбей қойғандықтан Әмірхан егістік жерінен арнайы алаң жасап қойды. Қыздарына қарсылас болу үшін жиені шақырып алды. Қиындыққа шыдай алмаған қыздар әкесіне барып, «Шаңды алаңда жаттыққандықтан шаштарымызға бит қаптап кетті» деп сылтау айтады. Әмірхан ойланбастан олардың шаштарын қысқартып кесіп тастайды. Ал ендіше, қыздар нағыз күлкіге қалатын болды. Ренжіген қыздар әкесінің будильнигін кешіктіріп, алаңның лампасын сындырып, өтір жараланған болып жаттығудан қашатын. Бір күні құрбысының тойына барып ойнайды. Әкесі біліп қойып, жиеніне ренжіп, ұрып жібереді. Қыздар құрбысына өкпесін айтып отырса, құрбысы, «Менің де осындай қыздарының болашағы үшін бүкіл ауыл мен әлемге қарсы шығатын әкем болса ғой деп армандаймын. Түрімді қараңдаршы, 14 жасымда танымайтын адамға тұрмысқа кетіп барамын» дейді. Осыдан кейін қыздар әкесінің қадіріне жетеді. Өздері ақ ерте тұрып жаттығып өкпе айтпайтын, ағаларын да жеңіп алатын болды. Әмірхан шәкірттерін жарысқа қатыстыратын болып барғанда, қыздар екенін естіген бәрі күледі. Бірақ ол мен қыздың күресіне көрермендері көбейер деп оларды жарысқа қабылдайды. Үлкен қызы Жита ең мықты күресшіні таңдайды. Ол қызды менсінбей тұрғанмен алаңнан шығып кете жаздады. Бірнеше раундқа тойтарыс берсе де, тәжірибесі жеткіліксіз жас қыз Жита жеңіліп қалды. Дегенмен, батылдығы үшін марапатталды. Осыдан кейін Житаның жеңіске деген құлшынысы арта түсті. Әкесінен келесі жарысқа қашан қатысам деп сұрайды. Әкесі оны түрлі жарыстарға апарып, тіпті мемлекеттік қыздар күресінің чемпионы деген биікті бағындыртады. Енді Жита мемлекеттік спорт институтына барып, ресми жаттығуға қатысатын болады. Бірақ бұл дұрыс қадам болмады. Ондағы жаттықтырушы әкенің ескерген пайдасыз тактикаларын ұмытып, менің айтуым бойынша жаттығасың дейтін. Бірінші рет әкесінен шет кеткен қыз біраз өзін жоғалтып алды. Тыйым салынған тағам жеп, шаш өсіріп, тырнақ бояп кетті. Оның назары енді күресте емес ойын-сауықта болып кетті. Бірақ ол енді әлемдік жарысқа баратынын ескермеді. Демалыста Жита үйіне қайтқанда өзгерген қызын көріп, әкесі үндемеді. Бір күні ол елдің көзінше тактикаңыз ескірген деп әкесіне қарсы шығады. Қызына заманауи тактикаңды көрсетші деп өзі шығып қызымен күреседі. Бірақ қыз жеңіліп қалады. Мына тактикаңмен әлемдік жарыста орын ала алмайсың деп қызына ұрсады. Елдің күлген дауысы Житаның намысына тиіп, бар күшімен күресуге бел буады. Бастапқыда әкесі қызына тойтарыс бере алатын, бірақ әлі кеткен әкесі жас балуаннан бірнеше рет құлап қалады. Жита жауымен алысқандай әкесін жерге жыға берді. Үйренген жаңа тактикам жеңді деп мақтанып қайтады. Әлемдік турнирде қарсыластары Житаны құмырсқа мыжығандай жеңіп алады. Екінші жақта сіңілісі Бита әкесінің тәрбиесімен чемпиондыққа қол жеткізеді. Ол да әпкесімен бір институтқа түседі. Бала кезде жарыстан жеңіліп қалғанда түнімен ұйықтай алмайтын әпкесінің қазіргі жеңілісіне бейғам отырғанына Бита таң қалды. Кейінгі жарыстарда да Бита бірінші раундтан ақ жеңіліп қалатын болды. Жаттықтырушысы, сен тырыстың, тек жеңе алмадың.
бұл сенің қатең емес. Чемпион болар бағың жоқ дейтін. Жита енді есін жиды. Әкесіне жетері жаттықтырушы жоқ екенін түсінеді. Сіңлісінің қолдауымен Жита әкесіне қоңырау шалып, жылап тұрып кешірім сұрайды. Қызының дауысын естіген әке жүрегі езіліп кетті. 4 жылда бір болатын жарысқа енді 6 ай уақыт қалды. Жита соған қысқа шаш кезіндегі қызу дайындыққа кіріседі. Жаттықтырушының мақсаты 3 қола алу еді, бірақ әкесі қызының алтын алғанын қалап, жиенін ертіп қалаға келеді де, қызын өзі жаттықтырмақшы. Әмірхан жаттықтырушының айтқаны бойынша істей бер, бірақ таңғы 5-те қашып, менімен бірге 7-ге дейін жаттық дейтін. Жаттықтырушысы бұл қулықтарын байқап қойды. Ол бұған қарсы болып, көнбесе оқудан шығармақшы болды. Институтқа кіре алмаса да, қызының жіберген қателіктерін мұқият зерттеп, қызына түсіндіріп отырды. Жарыс басталды. Осы жолы Жита бұрынғы жеңілістерінен қорқақтап қалған. Бірақ әкесін көргенде жүрегі тынышталып қалатын. Бірінші кездесу бастала салысымен қарсыласы 6 ұпайға ие болды. Екінші кездесуде тағы 3 ұпайға ие болады. Бәрі Жита жеңілді-ау дегенде, әкесі «Сен әлі жеңілген жоқсың, Жита», деп шабыт береді. Әкесінің қолдауы оған үлкен күш береді. Осы жолы екеуі де қалыс қалар емес. Жита қарсыластың осал жерін байқап, дер кезінде 2 ұпай алып үлгереді. Соңғы раундта ол жаттықтырушының тактикаларын қолданбай, әкесінен үйренгенімен ұпай жинай бастайды. Бірақ қарсыласы да осал емес еді. Арқамен құлатып 3 ұпай алды. Әкесі ештеңе етпейді, шабуылдай бер деп айтады. Ебін тауып Жита 3 ұпай алып жеңіске жетті. Келесі қарсыласы 2 рет чемпион болған өте мықты тәжірибелі балуан еді. Жаттықтырушысы жеңгің келсе, мені тыңда, тек шабуыл жаса деді. Ал әкесі қорғаныс жасап, қарсыласы шыдамсыздық танытқанда ғана шабуылда дейді. Шынымен де, Житаның қорғанысына мазасы кеткен қарсыласы ереже бұзып ескерту алады. Бірақ сонда да Житаны бір құлатып түсіреді. Жаттықтырушысы неге шабуылдамадың деп ұрсады. Әкесі ештеңе етпейді, сабаңа түс дегендей болады. Екінші раундта шабуылға шыдап, қорғаныс жасап тұрып алған Житаға қарсыласы сабырсыздана бастайды да тактикасыз күреседі. Бұл орайды сезінген Жита 3 ұпаймен жеңеді. Кезекті шешуші раунд қарсыласы абай бола бастайды да, ойын тең есеппен аяқталады. 30 секундтық қосымша уақытта кім шабуылдаушы болса, соның жеңіске жету мүмкіндігі 99% еді. Өкінішке орай Жита қорғанушы болып қалды. Қарсыласы аяғын мықтап ұстап, жібермей уақыт созып тұрып алады. Жита шебер тактикасымен жеңіске жетеді. Бұл жеңісті ешкім күтпеді. Енді Жита әлем чемпионы болуға бір ғана қадам қалған еді. Соңғы қарсыласы Житаны 2 рет жеңген еді. Әмірхан осы жолы қызына былай дейді: ертеңгі жарыста тактика біреу ғана, халық сені тануы керек. Егер күміс алсаң, бір күн ұмытыларсың. Алтын алсаң, сені бәрі ұмытпайды, мақтан тұтады. Ана қыздарды көрдің бе? Қыз құқығы жерге тапталған мына заманда жеңіс сенікі ғана емес, мыңдаған қыздардың да жеңісі болар еді. Сол үшін алтын медаль алуға тырысарсың дейтін. Жарыс басталғанда жаттықтырушы Әмірханды алдап, бөлмеге қамап қояды. Осы жолы Жита тек өзіне сүйену керек болды. Бірінші раунд бастала салысымен қарсыласы мықты шабуыл жасайды. Жита қорғаныс жасап тұрып, кенеттен шабуылға көшіп ұпайға ие болды. Екінші раундта Жита тағы 4 ұпай алды. Енді 2 ұпай болса жеңіске жетуші еді. Бірақ қарсыласы ашуға мініп қатты шабуылға көшіп жеңіп алады. Соңғы раундта өгіздей болған қарсыласы арт-артынан ұпай алып бастайды. Жита жеңіліп барады. Әкесі де көрінбейді. Бірақ бала кездегі әкесінің тәрбиесі есіне түсіп, жігер күшін жинайды. Жарыстың аяқталуына 22 секунд уақыт қалды. Жита 4 ұпайға артты. Жеңіске жету үшін ол 5 ұпайға ие болу керек. Кезінде әкесі 5 ұпай алу қиын болса да мүмкіндік бар дейтін. Қарсыласының уақыт созғысы келгеніне қарамастан,
Жита шабуылға көшіп, орайлы сәтін күтіп, алдамшы тактика қолданып, өгіздің артына барып айналдырып түсіреді. Жита жеңді. Үндістандағы тарихи сәт. Алғашқы күрестен чемпион болған үнді қызы. Бәрі тебіреніп көзіне жас алып тұр. Қамаудағы әкесі елінің әнұранын естіп, қызының жеңіске жеткенін біледі. Бұл кино шынайы болған оқиғадан түсірілген. Кинодағы әкенің шын есімі Махавия. Оның тәрбиесінің арқасында қыздары 29 медаль алды. Бұлардың жетістіктері басқа да үндіс қыздарға жақсы үлгі болды. Кино ұнаса, қазақша кино көр арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.